Құрметті сот, бұл түсірілген бейне түсірілім қылмыстық процесстік кодексінің бірнеше баптарының елеулі бұзылуына байланысты жарамсыз деп тануын сұраймын. Себебі айтып өтейін, біріншіден қылмыстық процесстік кодексінің 198 бабына сәйкес тергеушімен ешқандай да қаулы шығарылмаған. Екіншіден, қылмыстық процесстік кодексінің 112 бабының бірінші бөлігінің 3-5 тармақтарының бөлігіне бұзылуына байланысты атап өтсек, бұл дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін нақты деректер осы қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға құқығы жоқ адамның процестік әрекеттері жүргізуге байланысты дейді. Атап өткенде, жедел уәкіл ешқандай да жедел тергеу тобына қосылмаған, ол кісіге арнайы тапсырмамен қаулы берілмеген. Одан кейін 5-ші тармағы, бұл бізде процестік әрекетті жүргізу тәртібін елеулі түрде бұзу арқылы дейді. Түсіндіретін болсақ, елеулі түрде, яғни жәбірленуші Гайпаевқа ешқандай да құқықтар мен міндеттер айтылмаған, түсіндірілмеген, және де бейне түсірілім жасалынатын туралы да алдын ала айтылмаған. Одан кейін қылмыстық процесстік кодексінің 115 бабының 7-ші бөлігіне сәйкес, бұл жерде күдіктінің жәбірленушінің куәнің айғақтары, яғни жауап алу кезінде осы кодексте белгіленген тәртіппен қылмыстық іс үшін маңызы бар мән-жайларды дұрыс қабылдауға немесе қайталап айтуға қабілетсіз деп танылған адамның айғақтары дәлелдеме болып табылмайды делінген. Яғни біз бәріміз бейне түсірілімде көрдік, жәбірленуші Гайпаевтың шын мәнінде денсаулығы өте төмен болған, оның арғы фонында бір ер адам айтып жатты, денсаулығы жоқ, әзірше алмай қойыңдар деп. Ол дәлел ретінде танылады. Одан бөлек бұл түсірілген бейне түсірілім бойынша ешқандай да жедел тергеу жүргізілмеген. Ол бойынша да легализация дейді ғой, ол бейне түсірілім ешқандай заңдастырылмаған, болмаса департамент полициясын және аудандық полиция басқармасының басшысымен де ешқандай да бұйрық болмаған заңдастыру бойынша. Осыған байланысты бұл бейне түсірілімді жарамсыз деп танып, істен дәлелдемелер қатарынан алып тастауыңызды сұраймыз. Сіздің пікіріңіз. Қорғау тарапы пікірлеріңіз. Айта беріңіз. Спасибо, уважаемый суд. Уважаемый суд, данные материалы были добыты в ходе досудебного расследования. Аталған материалдар сотқа дейін тергеу тексеру барысында табылған болатын. По поводу легализации, это не были материалы НСД. Заңдастыруға қатысты бұл жедел тергеу әрекеттерінің материалдары болмаған. В ходе досудебного расследования исполняющий обязанности на тот момент отдела криминальной полиции Талгарского района был допрошен. Сотқа дейін тергеу тексеру барысында сол сәтте Талғар ауданының полиция басқармасының криминал бөлімінің басшысынан жауап алынған. Его допросы также легли в основу этого уголовного дела. Оның берген жауаптары осы қылмыстық істің негізіне алынды. Видеозапись признана вещественным доказательством. По данной видеозаписи была сделана стенограмма. Бейне жазба заттай дәлелдеме ретінде танылды, және аталған бейне жазба бойынша стенограмма жасалды. И в ходе досудебного расследования, так и по его окончанию при проверке законности в прокуратуре не было никаких замечаний по данному факту. Сотқа дейін тергеу тексеру барысында, сонымен қатар тергеп тексеру аяқталған кезде прокуратурамен аталған фактіге қатысты ешқандай ескерту жасалмаған. О том, что на тот момент исполняющий обязанности не был включен в состав СОК был сформирован немного позже, а так как согласно закону об органах внутренних дел, их основная обязанность это правоохранительный, это пресечение, предотвращение и раскрытие преступлений. Поэтому они сразу отреагировали и выехали на место преступления для сбора информации, направленной для раскрытия этого уголовного правонарушения. Поэтому, уважаемый суд, данная информация, я считаю, что была узаконена, законно приобщена к материалам уголовного дела. Ввиду этого прошу отказать. Сонымен қатар сол кезде міндетін атқарушы тұлғаның жедел тергеу тобының құрамына қосылмағаны, жедел тергеу тобы кейін құрылған, ал ол кезде ол кісінің басты міндеті орын алған қылмысты барып алдын ала әшкерлеу. Сондықтан да бұл заңдастырылған. Сізге сұрақ, адвокат Келебаев. Сіз құжаттарына бұл айыптау актісіне енгізілген деп айтып отырсыз. Айыптау негізі болып табылады деп айтып отырсыз. Вы говорите, оно внесено, обвинительный акт является основанием обвинительного акта. Нет, я не сказал, что он внесен. Микрофонға. Уважаемый суд, я не сказал. Айыптау негізі. Это в материалы
Нет, я не сказал основу обвинения, я сказал, уважаемый суд, что это легло в материалы уголовного дела. Про обвинительный акт я не говорил. Я сказал, что по окончанию досудебного расследования и дальнейшей проверки в прокуратуре, когда было уголовное дело направлено, на этот факт никто не обращал внимания. И в ходе досудебного расследования следователям было вынесено постановление о признании этой видеозаписи как вещественного доказательства и не было не оспорено никакой из сторон. Мен бұл жерде сотқа дейін тергеп тексеру материалдарына енгізілген деп айтып отырмын. Ол тергеп тексеру барысында және тергеу аяқталғаннан кейін де прокурор тарапы тергеушімен заттай дәлелдеме ретінде танылып материалдарға енгізілген. Жақсы, қорғау тарапы тағы айтарыңыз. Адвокат Бөлімбаев, Сакиевтің мүддесіне. Құрметті сот, осы аталған дәлелдер сотқа дейінгі тергеу барысында жиналған. Яғни жедел уәкіл Әділжан оқиға ауруханаға барғанға дейін РДР, яғни сотқа дейінгі тергеу тексеру бірыңғай тізілме 293 бабы 3 бөлігімен іс тіркелген. Осы негізде жедел іздестіру жұмысы барысында жедел уәкіл осы аталған дәлелдерді жинаған. Ол бойынша прокурор тарапынан тексеру өткен, және де бұл қылмыстық іске дәлелдердің бір қатарында тігілген. Осыны ескере отырып, мен өзімнің әріптесімді қолдаймын. Жәбірленуші өкілінің өтініш хатынан қанағаттандыруды қалдыру сұраймын. Тағы қорғау тарапы айтатындарыңыз бар ма? Адвокат Абинов, құрметті сот, бұл тақырыпқа біздер бұған дейін де тоқтағанбыз. Ол кезде прокуратура ешқандай қарсылық білдірмеген. Керісінше оны іске қай кезде тоқтатыңыз? сот отырыстарында басында осы біздер жоқ, ол кезде қойылған жоқ қой. Құрметті сот, еске салып өтейік, бізбен өтініш хат болады деп айтқан болатынбыз біз ол кезде. Жақсы, болған жоқ өтініш хат. Құрметті сот, жарайды, олай болатын болса, бұл шындығында іске тіркелген кезінде енді ол оған дейін группа құрылмаған, біріншіден, екіншіден ол сотқа дейінгі жедел әрекеттерді раскрывать ету үшін қылмысты. Сол үшін жасалған әрекет, оны бір жағынан шындыққа сәйкес келіп тұрғандықтан, оны қанағаттандыруды қалдыруын сұраймын, жәбірленуші өтініш. Айтыңыз. Қорғаушы Бабажанова Тоқтабаевтардың мүддесінде. Енді құрметті сот, мен өздерінің әріптестеріме толық келісемін, және де мемлекеттік айыптау жағы бұл қылмыстық істі өз тарапынан прокурормен қабылданып сотқа жіберілген болатын. Егер де мемлекеттік айыптаушыларда сол кезде күмән данданатын болса, бұл тергеу әрекеттеріне қатысты, онда неліктен бұл қылмыстық іске тіркелген болатын, және де істі сотқа жіберген болатын. Мен қанағаттандырусыз қалдыруды сұраймын, құрметті сот. Тағы қорғау тарапы айтатындарыңыз бар ма? Қалғандарыңыз қосыласыздар ма? Біз қосыламыз әріптестерімізге. Құрметті сот, қарсы пікір бола ма? Қазір. Жақсы, қорғаушылары қосыласыздар ма? Адвокаттарға. Жақсы, сотталушылар, сіздердің пікірлеріңіз. Жақсы, айтыңыз. Ильяс. Видео жайлы заңсыз деп айтып жатыр ғой. Сол жерде Нұрғанаттың өзінің видеосы, өзі емін еркін айтып жатқан сөзі бар да. Мойындап шындығын айтып жатқан, мылтықты кім әкелгенін айтып жатқан. Ол жерде ешкім қинап бопсалап жатқан жоқ. Айт депші. Соны назарыңызға алып сұраймын. Жақсы. Тоқтабаев Азамат. Құрметті сот, мен Тоқтабаев Азамат Маратбекұлы. Біз осыдан алдында сот процесінде куәгерлердің Талғат Ашыров және оның інісі сотталушылармен келген сол оқиға, қыздардың өзі де сол Ғарифбаев Нұрғанаттың өзін көрсеткенін ол видео болмаса да көрсетіп куәгерлері айтқанын сол назарыңызға алу сұраймыз, құрметті сот. Бізде ешқандай атыс қаруын өзімізбен бірге алып келген жоқпыз. Рахмет. Тағы айтатындарыңыз бар ма? Жақсы, айта беріңіз. Құрметті сот, мен қарсылық айтайын дедім. Жаңа мен мына өтінішіме айтып отқан пікірлерге, мына адвокат айтып отыр, бұл жасырын тергеу әрекеті деп жедел іздестіру. Жоқ, жасырын тергеу әрекеті болмайды деп отыр. Біздер оны как раз айтып отырғанымыз, бұл жасырын тергеу әрекеті деп те рәсімделмеген. Және мына жедел іздестіру қызметі туралы заңына да сәйкес рәсімделмеген. Ол жасырын тергеу әрекеті де болмайды, қазір жедел қызмет іздестіру әрекеті де болмайды.
яғни заң бойынша рәсімделген, біз соны айтып отырмық. Онымен қатар жаңағы Гайыпбаевтың өзінің жаңа денсаулығы бәрі Қайталаудың қажет жоқ. Айтыңыз. Қарсы пікір, құрметті сот. Естеріңізге салып өтейін, жедел уәкілден осы жерде жауап алу сәтінде жедел уәкіл Әділжанның өзі де мойындаған. Бұл бейне түсірілім қылмыстық процестік кодекстің баптарының елеулі түрде бұзылып алынған, ол кісі өзі де мойындаған. Біріншіден, екіншіден қорғау тараптарын есіне салып өтсеңіз, мемлекеттік айыптаушы тергеу кезінде қадағалау жүргізген прокурорлардың іс-әрекеттеріне жауапты емес, және ол тәуелсіз оларға. Яғни сот отырысының кез келген кезеңінде ол дәлелдемелерге қатысты өз пікірін білдіріп, заңсыз деп тануға өтініш хат білдіре алады. Рұқсат бұл Айтыңыз. Мен бір сөз айтайыншы, бұл жерде бұл бейне жазба айыптау актісіне негіз болып енгізілмеген де. Сондықтан біз өтініш хатымыз қанағаттандыруды сұраймыз. Жақсы. Қорғау тарапы сізде, Келебаев адвокат. Микрофонға. Вот сейчас сказали насчет того видео, что не является, было упомянуто о легализации и нелегализации. Если следовать этой логике, тогда половина видео из этого уголовного материала следует удалить и признать по 112 как недопустимыми. Например, видео, которое было снято с балкона во время драки. Логично, правильно? Если Жоқ, сізге ескерту, егер ондай ойлайтын болсаңыз, сотқа өз өтініш хатыңызды беріңіз. Можете заявлять свои ходатайства. Жоқ, олай айтудың қажеті жоқ, өтініш хатыңыз болса айтыңыз. Бар ма өтініш хатыңыз бұл бойынша? Басқа? Жоқ, микрофонға. По этому факту нет, я просто привел пример, уважаемый суд. Енді сот қалай қабылдау керек бұны? Сіздің реплику? айтқаныңызды. Сіз күмән келтіріп тұрсыз ба басқа? Ответ. В видеозаписи я привожу пример того, что эта видеозапись добыта так же законно, как и остальные видеозаписи, находящиеся в материалах этого уголовного дела. Я уточняю. Бейне жазба іс материалдарында бар, басқа бейне жазбалар секілді заңды түрде табылған деп айтамын. Айта беріңіз, Ильяс. Құрметті сот, бұны заңсыз болып отырса, сонда айтқан сөздерін жоққа шығара ма, сонда қалай болады? Прокурор ханымнан сұрасам. Айтып түсіндіре аласыз ба? Нені? Өтініш хат берген Ильясовтың сұрағына. Нұрғанат Гайыпбаев сөйлеген, сонда қазір заңсыз деп жатсыздар ғой? Видеоға түсіргенде. Біз Нұрғанаттың айтқан заңсыз деп жатсыздар ма сонда? Біз сіздерге түсіндіріп кетейік, бұл жерде мемлекеттік қызметкер бұндай заңсыз әрекет етіп отыр. Ол заңсыз. Тұрады, Ильясов, тыңдаңыз. Мамедованың бейнесімен салыстырудың қажеті жоқ, ол қарапайым адам. Ал бұл мемлекеттік қызметкер, ол заңмен шектелген. Сондықтан оның әрекеті заңсыз деп танылып тұр. Жақсы. Жоқ, адвокат мырза, сіз мен түсінбедіңіз. Мен сізге түсіндірейін. Бұл жерде егер айыптау тарабының өтініш хаты бойынша бұл бейне жазуды айғақ заттар қатарынан алып тастау туралы өтініш хат келіп тұрып отыр. Сонымен қатар тек қана бұл бейне жазуды ғана емес, соғанмен байланысты өткізілген сараптамаларды, хаттамаларды да. Яғни бұл да айыптау тарабының бүкіл жазбаны айтылғандармен бірге сол мағынада беріліп отыр. Сөз жоққа шықпайды ғой, құрметті сот, айтқан сөз. Жоққа шықпайды емес, ол негізге алынбайды, ол дәлелдеме ретінде қаралмайды. Қарамауды сұрап отыр оны. Түсініп тұрсыз ба? Біздің сараптан дәлеледі ол. Жақсы. Сот тараптардың пікірлерін тыңдап қаулы етті. Бұл өтініш хатты ашық қалдыруға, сот бұл өтініш хат бойынша кеңесу бөлмесінде үкім шығару кезінде шешім қабылдайды. Және жеке қаулы шығару туралы өтініш хаттарыңызға да байланысты кеңесу бөлмесінде шешім шығарады.